жаңағы кісінің жақсылығын айт, нұр тасысын, жамандығын айтсаң құты қашады деп, ағамыздың жақсылығын білетін, көзі көрген кісілер болса астында келіп рахметтеріңізді айтатын мүмкіндіктеріңіз бар. Ағамыздың несі көтерілсін, мәртебесі көтеріліп, марқайып қалсын. Қазақ үшін бекерге үйімді кепілдікке қойып, сонша алтын уақытымды бос кетірмеген екенмін деген секілді. Қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Еңбегін ескеріп, халыққа жаңағы ескертіп, естіртіңіздер. Жалғастыра беріңіз Көптілеу аға. Тіркеліңіздер достар Көптілеу ағаға. Мен ойлап жатырмын. Мен осы сот көрсін, халық көрсін. Қандай жағдай, не болып жатыр, ашық сот болсын деп жатырмын. Ешқандай сот, судья ограничение жасамасыншы деп ойлап жатырмын. Соны көтерейін деп жатырмын. Кім келеді, кім көреді. Соны қандай жағдай болып жатыр, не болып жатыр дегендей. Өйткені ол бізде әр адам айта алады, өз ойын айта алады. Мнение дейді ғой, орысша айтқанда, өз ойын айтады ғой әр адам. Ол сон бостандық дейді оны, демократия дейді ғой соны. Енді біз содан айырылсақ, не үшін өмір сүреміз біз онда? Сондай, біз айта алмай қалсақ, не болады ертең, а? Не үшін өмір сүреміз онда ертең? Шындықты айта алмай қалсақтар. Ол кім шешеді ол? Шындық па, шындық емес па? Билік шеше ма? Или заң шеше ма оны? Өйткені қазір жағдай, мына гражданский активистар деймін орысша, блогеры, журналисты, оларға қысым көрсетіп жатқан, мен байқағаным, вот маған келгеніне қарағанда, учет қалып жатқан отдел по борьбе управления с экстремизмом, терроризмом. Сонда біз не, экстремистсіз ба? Сонда мен не сонда? Мен экстремист, террорист болып кеттім ба сонда? Вот қараңызшы, Марат Жыланбаевты жауып тастады. Тоже айтпай жатыр ғой, не үшін? Сонда қалай айтамын сонда? Біз азаматтар, который шындық айтып жатыр, который сұрақтар беріп жатыр билікке, қай жаққа ақша кетіп жатыр, қаражаттар мемлекеттен, неге соншама айыппұл салынып жатыр, қай жаққа салықтар кетіп жатыр, не болып жатыр деген кезде бізді экстремист дейді, террорист дейді. Сонда біз не істеп жатырмыз? Не үшін біз не бір террористический организацияда тұрмыз ба, ИГИЛ деген, Хизбут Тахрир там да, или ирландская освободительная армияда жүрміз ба? Сонда күлкі жағдай ғой, біз не істеп жатырмыз, айтыңызшы. Бізде қазақтарда жоқ қой даже террористический организация бізде. Қалай айтамын, күлкі болып жатырмыз бүткіл әлемге. Тоқаевтың сөзі есіме түседі ана, қаңтарда болған 20 мың террорист. Мен кейбір кезде ойлаймын, ол, наверное, оған МВД берген данный сол 20 мың активист, наверное. Азаматтар, который тіркеленген сол МВД-да, сол управление по борьбе с терроризмом, экстремизмом, соларды данныйларын айтып қойған сол 20 мың деп. Сонда біздерді террорист деп айтып жатыр ма? Бізді экстремисттер деп айтып жатыр ма? Бізге ақша құртама, сонда бізді прослушка жасап, мониторить етіп, бізді соцсеттерімізді, бізді сонда артымыздан наружка жіберіп, да? Бізді бағалап, артымыздан қарап, тыңдап, ақша бізге құртып жатыр ғой. Неге онда сол бандиттарға құртпайды? Не, бізде аз ба бандиттар, бізде аз ба криминал Қазақстанда? Неге сол коррупционерге сол ақша құртпайды? Сол наружка неге сол коррупционерлардың артынан түспейді? Кім пара алып жатыр? Кім мемлекеттің ақшасын жеп жатыр? Неге солардың артынан түспейді? Неге біздің артымыздан түсіп жатыр? Мен соны түсінбей жатырмын. Неге олигархтар бізбен соттасып жатыр? Неге олар соттаспай, ақша құймай ма сол? Қазір инвестиция жасап, вокзал, завод салып, темір жолдар салып, аэропорт салып, неге сонымен айналыспайды? Неге бізбен айналысып қалды осы? Қарапайым халық қазақтармен айналысып қалды осы, бізге бәрі байланып қалды ма осы? Аш отырған қазақпен күресіп жатыр ғой, енді ашықтан ашық. Біз қазір аштығымызды, ауру екенімізді айта алмаймыз үкіметке. Сөз бостандығы жоқ. 148-ші Азия елдері бойынша, сөз бостандығы бойынша 148-ші орынға түсіп қалыпты Қазақстан. Өте үлкен жаңағы бостандығы жоқ, диктаторлық мемлекет екенін өздері көрсетіп отыр, саяси қоғам белсенділерімен күрескеніне қарағанда. Достар, 400 адам отырмыз, тоқтамай лайк басайық, және Көптілеу ағаға тіркеліңіздер, қаржылай көмек беріп отырыңыздар. Көптілеу аға Мариям деген кісі келіпті, бұл да біз қазақтың бір азаматшасы, сыртыңыздан сізді таниды, өзі бір нәрсе айтқысы келді ау деймін. Мариям ханым, сөйлеңіз. Достар, тоқтамай лайк басыңыздаршы, лайк басуға ерінесіздер ма? Мұнда 1000 адам отыру керек.
Көктілеу ағаның жағдайына алаңдап. Тоқтамай лайк басыңыздар. Тіркеліңіздер. Мариям ханым, сөз кезегі сізде, сөйлегіңіз келсе, микрофоныңызды ашып сөйлей беріңіз. Қаржылай көмек салып отырыңыздар, достар, скриндап алыңыздар. Сосын қалталарыңызға қаржы түскен кезде осындай саяси белсенділерге, халық жанашырларына, қоғам белсенділеріне қаржылай көмектеріңізді беріп отырыңыздар. Осы кісілердің еңбегінің арқасында бізде бүгінгі таңға шейін сөз бостандықтары болды. Сөйлеңіз, Мариям ханым. Аман сенсіңдер ме, қазақ елі? Я көптеп ағаны көптен бері танимыз, потому что Фейсбукте өте көптеген жаңағы посттарын кезінде оқыдық. Жаңағы өте енді осы елде болып жатқан бүкіл нені Евразес болды, таможенный союзге қанша кірмейміз деген көптеген посттар жазды. Осы жағдайдың болатынын қанша бұл ағамыз көп жазды. Көп жаңағы енді Фейсбукте азаматтар көп, оны тыңдап бәріміз оқыған. Кезінде Фейсбукте пост жазатын едік қой. Талай жаңағы эфирлер нетті, айтып видеолар салды. Бұл кісіні жаңағы жақында былтыр как раз Сәкен Байкенов деген біздің жаңағы не болды, гражданский активист тоже 174 статьямен сотталды сол жылдары. Ол 12 ма, 13 жылдар ма, 14 ме екен. 12 жылы Швецова деді ма, сол деген әйел. Валова деген жаңағы не жазды, заявление жазды. Өйткені осы жаңағы Кремльдің осындай ықпалын жазды. Кім Сәкен деген ашық жаңағы айтты халыққа. Сол кезде Ботагөз Иса деген болды, я? Ботагөз Иса ғой, да? Ботагөз Иса. Содан кейін Сәкен Байкеновтың көп деген посттары болды. Ол жігіт ол кезде 40-қа жетпеген, где-то да, 37-лерде сондай шамадағы жігіт еді. Сөйтіп оны КНБ алып кетті, ұстады. 174-ші жаңағы национальная социальная рознь деп жаңағы іс ашты. Сол кезде оның алдында русский мир деп жаңағы осы болып жатқан, осы видите, 10 жыл бұрын ол жігіттер білді да, осы русский мирдің қалдай жағдайға келетінін, осы дәл осыны болжап сол кезде айтып жүрді.